Restoran. Yolkalarım işte. Zetta деген мебельный магазин. Көше жағында мини-маркет. Сол сонан ашылатын жасар көпті. Тамаша идея екен. 90-мен ашылатын. Көшелері негізі өте таза екен. Бір шашылып жатқан мусор көрген жоқпын. Мына жақта бір аула, білмеймін не екен. Заборларын бәрін жақсы жасаған екен. Күн өте ыстық. 40 градус жобасында тұр енді бүгін. Көшелердің бәрін суағарлары бәрі жақсы жасалған екен негізі. Қатты жауындардан қорықпайтын секілді. Бірақ енді көшеде қаптап жүрген адамды көрмейді екен. Енді көліктер бар, бірақ енді керемет көп емес. Өте ыстық енді. Маған өзіме жалпы қатты ыстық. Жанып тұр. Осында мен бір аптадаймын. Бірақ әлі бір жауын жауған. Не төбемізде бұлт болғанын байқамаппын. Ашық аспан. Бүгін ғана шамалы бір ептеген бір ақ бұлттар бар екен, ептеп. Білінбейді оларда да, көріне қоймайды. Ар жақтан тап-таза, ешкім жоқ ол жақта. Ерде монша дейді, ерлер моншасы. Енді талдар өте төмен салақтап кеткен, оны кеспейді екен. Бұндай жағдай көп жерде қайталанып тұр. Моншаның сыртын заборы мынандай брусоктардан жасай салыпты екен. Енді асфальттарына риза болып тұрмын. Тамаша. Вороталары сұмдық биік екен. Ана үйі мысалы. Ана үйдікі жеке көрсете салайын. Абай көшесі 64 дейді. Воротасын замықтып келтірген екен. Өте күшті идея, тамаша екен. Мысалы мына үйде екі үйде бірдей жасаған екен. Өте әдемі ұнап тұр маған. Суағарларына екі үй лоток қойыпты екен. Лоток арқылы ағады екен ортадан. Күшті. Академик Кискрябин дейді. Мен әлі арғыра кетіп бара тұрмын. Біраз көше жүрдім. Керемет екен көшелер. Тазалық жағына әңгіме жоқ. Өте таза екен. Қазақ халқының не дейді? Асанбай Асқаров атындағы көше. 22-2001 жыл қайтыс болған екен. Мына жақта поэзияның күні болып жатыр екен. Балалар Пушкинді еске алып жатыр екен. Тамаша. Көшенің арғы жақ бетінде мечта. Үлкен екен әжіптер. Мына жерде клиника. Бір жалпақ көше екен, жақсы.
Ана жерде кигіз үйге қойып қойыпты. Білмеймін енді. Кірген жоқпын ішіне. Мына жерде памятник тұр екен. Соны көре кетейін қандай екен. Депутаттар аллеясы дейді. Бұл жерде Тұрар Рысқұловқа деген ескерткіш. Қазір жанында фотоға түсейін. Мына жерден де ел ма? Ондай бір не өте тамаша әдемі отырғызған екен. Ар жақта парк развлечения. Мына жерде бір әдемілеп қойған екен. Артында міне гүл. Жан жағында тау. Өсімдіктердің бәрі тамаша өседі екен. Күшті. Негізі озеленение жақсы жүргізеді екен бұл жақта. Мынандай тамаша көрініс өте әдемі енді. Жап-жасыл. Ары қарай кіріп көрейін қазір. Депутаттар аллеясы дейді. Мына ескі талдар екен мына жерде тұрған. Кәдімгідей табиғи шөп қырқып отырады ау деймін. Анау жаққа дейін кете береді екен. Бүгін арнайы осы жаққа келіп тұрмын. Тамашалап көрейін деп. Кіретін жері бұл жақ емес ау. Мен жүре берейін, қайттан шығармын. Мына жақтарға да отырғызып тастаған талдарды бәрін. Көбінесе осы шырша тәрізді ел, сасына дегендей сияқтылар көп екен бұл жақта. Құстарда сондай күшті өлеңдер айтып жатыр. Мына жерде шлюз қойып болған, көп жерде осындай шлюз жасаған екен. Ағысты шамалы тоқтатып отырады екен. Күшті тамаша лотоктар. Енді мен өзіміздің жақтарда бұндай лотоктарды көрмеппін. Лотоктарды барлығын өте күшті қылып жасаған екен. Су осылай көшеде ағып жатады екен. Мына жақта да осылай. Бұл жақта да лоток. Карусель кетті. Құстарға да тамаша екен. Өзіна ыстық жақта судан қиналмайды екен. Тамаша су екен. Кетіп жатыр. Ағыстары да өте қатты болады екен бұлардың. Суын ұстап көрейін. Жоқ, ешқандай иіс жоқ. Өте таза су. Ары қарай кеттік. Мына жерде бір батут орнатып қойыпты. Бала-шағамен келсе күшті екен демалатын жер. Халықта көп жүрмейді екен. Бір-екі саран бір жерде, екі жерде адам кездеседі. Көбісі білмеймін, жатады ау деймін. Мына жақтан кіруге болмайды дейді. Енді кіретін жақ басқа жақ екен, е? Ана жерде күшті екен. Отбасымен түсіп жатыр фотоға. Жерде жар птица тұр. Жар птицаны салған екен, талдары күшті екен. Өзі осында ерекше бір сорт талдар екен, биік болып өсетін. Шахматная школа дейді. Шамалы адам ғана жүреді екен. Налардың бәрі тұр. Обычно қараған жақта секіріп жатады, алысып жатады. Мына жерде ондай ештеме көріп тұрған жоқ. Мүмкін кешке ойнайтын шығар. Мен білмеймін ғой, қайдан білейін. Мына жақта ағаштарды турап тастапты. Керемет конструкция көлеңке жасап қойыпты. Автотұрақ қой деймін, бұл енді жеке біреудің бір жер ау. Талдарды бәрін әп-әдемі қылып жасап қойыпты. Енді
Былай қараса өте тамаша. Мына жерде де міне су ағып жатыр. Бүкіл ескертіп қойған екен, мына жерде міне знак қойған екен, не істеуге болмайтындығын. Видео бақылау бар дейді. Тағы да бір нелер отырғызып қойыпты жерде. Мына жақта мынандай үштеңгілікті велосипедтерді себетін алған екен. Бір қыз бала ғана ойнап жүр. Жақсы. Мына жерде күн сағаты тұр. Не зат деп ойласам, оқығаннан кейін барып түсіндім. Күн сағаты дейді. Қазір сағат 13-тен асып тұр дейді. Жобасы 2 болып қапты. 2-ге 15 минут қанша көрейік. Қазір сағат 12:35 дейді. Міне, енді біздің сағатымызды артқа бір сағат шегерді ғой. Соған байланысты 1:35. Бізде енді 12:35 деп қазір енді дұрыс емес екен болып тұрғанын көрсетіп тұр. Негізі 1:35 қой қазір сонда. Мына жерде осы сағатымыз дәлел болып тұр, көлеңкесі түсіп тұр. Күшті ойластырып жасаған екен. Мына жақта мынандай керемет аттракциондар тұр. Ана енді чертово колесо деуші еді. Сол тұр, қарағым тағындай. Баяғы Совет үкіметінен тұрған дүниелер шығар деп ойлаймын. Бірақ ешкім жоқ екен. Қоқысты осылай жинақ қояды екен. 2 жолбарыс аңдып отыр. Ешкімді кіргізбейміз дейді. Бүкіл жерде осылай өсімдіктерді отырғыза беріпті. Күшті. Мына жақтың барлығы тал, енді білмеймін не екен ана жағында. Биік талдар, баяғыдан өсіп отқан талдар. Енді кешке кісі қаптайтын шығар деп ойлаймын. Қазір мен сияқты ерігіп жүрген адам ғана жүретін шығар деймін мынандай ыстықта. Тура қарағандыда тұрғандай яғни. Ешкім жоқ. Ана өрде бір памятник тұр, соны көріп келейін. Не памятник екен. Тағы да мұны полив жағы шлюз қоқып болған. Талдардың барлығын өзі суарылып тұратын қып келтірген екен. Енді бұның барлығы үлкен еңбек қой. Мен жаңағы жерде не екен білмеймін деймін, бір жақта да өзі өсіп тұрған талдар екен ғой. Түгел тал мына жердің барлығы. Керемет қой мұны. Көлеңке су ағып жатыр. Мына жер несі керемет екен. Осы бір жақтан прямоток дегенді жақсы көреді екен. Прямоточный выхлоп көп екен. Дарылдайтын жатады. Соны басып тапить етіп жүрген жақсы көреді екен. Мұны қандай керемет ағыс. Сұмдық ағып жатыр. Мына жерде бұрылып тұрып ағып жатыр. Шамалысы ары қарай да кетіп жатыр. Бөліп реттеп қойған екен. 2 жаққа суды бөлген. Таза сулары. Ешқандай еш жоқ. Тап-таза. Ағысын барлығын күшті кетірген енді. Ешқандай қосымша насос түкте көріп тұрған жоқ міне. Бүкіл жерде өзі ағып жатыр. Міне ағып жатқан жер анау жерде көрініп тұр маған. Мына жақтардың бәрі шылқып жатыр. Мынандай шылқытқан сумен тал неге өспеске? Суармаса неге өспеске? Егерде өссе неге оны отырғызбасқа? Ана, соған дәлел. Мынандай керемет су. Керемет ағып жатыр.